Армыс көрермен, қадірменді Спорт Плюс арнасының көрермендері, арнада спорт сыры бағдарламасы және оның тұрақты жүргізушілерінің бірі мен Мерей Әли. Ал бүгінгі біздің студия қонағы, ол да тұрақты деуге бек болады. Бұл Алмат Жұманов, бокстан, кәсіпқой бокстан Латын Америка чемпионы. Жақында ғана Колумбияда өткен жекпе-жек кешінде дәл осы белбеуге қолы жетті. Енді құттықтаймыз, Алмат. Рахмет, ассалаумағалейкум. Студиямызға қош келдіңіз. Өзі сізбен жүздескенімізге бір жарым ай көлемі болды. Соның ішінде осындай жетістікке жетіп отырсыз. Қуаныш жаңалық, өзіңіздің әсеріңізбен бірінші бөлісіп өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қуанышым өте күшті, жақсы болды, нәтижемен аяқталды. Колумбия еліне барып, 2 жекпе-жек өткіздім. Негізі менің ойымда басында бір жекпе-жек өткізіп, үйге қайту болған, бірақ маған мен бір жекпе-жекті тез өткізген соң, жақсы результатпен өткізген соң, маған екінші рет поисқа ұсыныс түсті. Сол кезде мен оны қабылдадым. Өйткені мұхит асып келген соң, ондай мүмкіндік жібергім келген жоқ. Поисқа ұсыныс түскен соң. Мен екінші жекпе-жекке немен жарақатпен шықтым. Мұрын жағымда бірінші жекпе-жекте жарақат болған. Бірақ мен тәуекелдеп, жеңіске деп, тәуекел етіп, бірақ онда жеңіп алдым. Солай белбеуді Қазақстанға алып келдім. УБС Латын Американың чемпионы атандым. UBC деп айтады. Тамаша жетістік. Алғашқы қарсыласыңыз Хуан Мартинес, екіншісі Александр Монтероссо. Енді Хуан Мартинестің жалпы рекордына да көз жүгірттік. Бұл алғашқы жеңілісі сізден. Сізге қарсы жекпе-жекте орын алып тұр. Енді Мартинестің сізге қарсы осы жекпе-жектегі өрнегіне қарап бір ерекшелік байқадыңыз ба? Бәлкім бокс базасы оның жоғары шығарып, өйткені бұған дейінгі қарсыластарыңызда ондай тегеурін болмағандай. Тұмсығыңызды жарақаттап тастайтындай. Сол енді алғашқы қарсыласыңызға кішігірім баға беріп өтсеңіз. Алғашқы қарсыласым енді жас жігіт, 25 жасар. Өте техникасы бәрі көрініп тұрды, өте мықты жігіт. Қолымен, аяқпен жақсы жұмыс істейді, былай айтқанда. Мен тұмсығымды шеміршекті кішкене сындырды негізі, бірақ оны қайтадан нетіп орнына келтірдік. Қиын болды негізі, шыны керек. Екінші раундта жеңіске жеттім. Тамаша. Ал Александр Монтероссоны қателеспесек 26 секундта. 26 секундта, ол бірақ мен үшін оңай болды. Оған өйткені мен сол жекпе-жектен кейін ұсыныс түсті маған, екінші жекпе-жекке қалай қарайсың деп. Сол кезде мен ұйықтамай шыны керек дайындалдым. Өйткені маған уже қатты қажет болды. Осындай енді ұсыныс түскен соң, бұл ұсынысты оңай жібергім келген жоқ. Ұйықтамай дайындалдым шыны керек. Мүлдем ұйықтаған жоқпын. Еще біздің баратын жолда кішкене бойға дейін алыс болды. 6 сағаттық жол. Ары қарай баруға, соған дейін де мен ұйықтамай тек қана жаттығу істедім. Сағат 4-те тұрам, жүгірем 6-ға дейін. Жаттығуымды істеймін, демалам. Кешке 5-те тағы да күн басылған кезде қайтадан, күн ыстықта ол жақта. Сол үшін таңертеңмен кешке ғана мүмкіндік болады. Сол кезде барынша еңбек етіп, сол кезде маған оңай болды сол. 25 секундта солай тезірек нокаут болып печеньнан жеңіске жеттім. Қазақы өрнекпен бауырдан соққы жасап, жекпе-жекті тез аяқтап тастадыңыз. Тамаша. Жалпы негізі енді ұйықтамадым деп тұрсыз ғой, бұл енді кішігірім жағдайдың жасалмағаны шығар деп те ойлаймын. Кейде боксшыларға жағдай жасап, арнайы зал беріп жатады. Салқындау, кондиционер жұмыс істеп тұрған, желдеткіші бар, салдарды беріп жатады. Одан бөлек біз естіп қалдық, сізге тек күріш ботқасын берген дей ме, еттері ұсынбаған, өздері жақсы көреді екен, соны өздері жақсы көрген тағамды сізге берген. Сіз оны дұрыс жей алмапсыз, түртпектеп қоя салыпсыз. Басында Колумбияның енді өздерінің сондай бір тамақтары, жаңағыдай балықтың сорпасы ма, бір жуынды сияқты шыны керек бар ғой. Мүмкін емес ше. Ішінде анандай мен ішіп жатқам, ішінен анандай бір сүйек шықты ғой. Иттің тісі сияқты анау. Оны балықта ондай сүйек жоқ қой негізі, ондай. Еще аппақ анау балықтың сүйегін білеміз ғой, білесіз ба сүйек қандай болатынын. Сол анасында қоя салдым, уже ішкім келмей қалды. Уже ертесінен мына жақтарыма жара шығып кетті. Вообще шамай қойдым ана. Мүмкін емес шу. Сізді ауырып шықты деді жекпе-жектерге. Қателеспесек, бұл алғашқы жекпе-жекте солай болды осы. Алғашқы жекпе-жекте бірінші барғанда жаңағы күн ауа райынан ауырдым. Қатты ыстық болды. Суықтан барған соң. Акклиматизация. Қатты жатып қалдым, жаңағыдай жаттығуды дұрыс істей алмай қалдым, жүгіріп келем. Ары қарай әлім болмай қалады, жатып қаламын. Күн деген жаман ыстық масқара болды. Сосын жаңағы уже ақырындап фрукты жеп, өз-өзіме ақырындап келіп бастағанда тамақ жеу керек болды, енді үнемі фрукты жей алмадым. Тамақ жеген кезде қайтадан басталды жаңағы балықтан кейін. Содан кейін ішім ауырды, жаңағындай мүлдем әлсіреп қалдым тамақ ішпей. Енді сізді Колумбияға келген кезде Triple G-дің қарсыласы, 19-ші қарсыласы деп айтайықшы, Милтон Нуньес күтіп алған екен. Ол
азамат күтіп алғаннан кейін менің Қазақстанда кеткен ақым бар. Соны қитұрқылық қылып бүйтіп кегімді қайтарып алайын деген секілді бір сыңайлар танытқан жоқ па? жоқ, ол жігіт негізі жақсы жігіт, Жақсы. Милтон Нунез Головкиннің сопернигі, сосын Жәнібек Әлімханның да кезінде шыққан екен. Ол да айтады, бұйырса екеуміз шығып қалуымыз мүмкін дейді да. Сондай дәрежеге сен қазір ақырындап келе жатсың. Мен де сенің қарсыласың болуым мүмкін дейді да. Өйткені маған қазақтармен шыққан қызық дейді да. Өйткені қазақтармен шыққаннан кейін мен де сенімен шығып көргім келеді бір жағынан дейді да. Егер сондай ұсыныс болып жатса, мен шығуға дайынмын дейді. Сосын мен де күлдім, иә, мен де енді сондай неге теңеп жатсаң, мен де онда дайынмын сенімен деп, екеуміз кішкене жаңағыдай әзілдесіп, бұйырса енді онымен де болып қалса, мен дайынмын негізі. Енді сіз Латын Америка чемпионы деген атақты алғасын, бұл қандай да бір рейтингке кіргізу керек, қателеспесем. Айтып жатыр ма, бір хабарлама мәлімдеме болды ма, осындай рейтингке кіргіземіз, бір атақты 4 ұйым бар өзі, WBC, IBF, WBA және WBO секілді. Осы ұйымдардың бірі байланысқа шықты ма сіздерге? Енді қазіргі уақытта жаңағы УБС рейтингі өзара жаңағындай Колумбия, Латын Американың арасында жақсы, негізі жақсы неткен. Бірақ осы арқылы біз сол жолға қазір бара жатырмыз, жаңағы WBO, Бұл төте жол ғой, дұрыс сұрақ айтсақ. Иә, сол жолға қазір ақырындап рейтингті көтеріп, осылай лестница дейді ғой, солай бара жатырмыз. Мен енді қазір екі неде жүрмін, бір жағынан жалаң қолмен, екінші кәсіпқой бокста жүрген соң, жаңағы жалаң қолда да рейтинг көтерілсін деген мақсатпен құр жатпайын, жаңағы жалаң қолда енді жекпе-жекке контрактым бар болған соң, арасы ұзақ болмасын, оң алдында жаңағы кәсіпқой боксты да өткізе берейін, жалаң қолға уақыт кейінде сол жаққа шығамын деп, сондай оймен жүрген. Сондай жоспар бар. Иә, сондай жоспар. Енді бір қызықты бір қалай айтсақ, факт десек болады. Жалпы қазақстандық нағыз боксшылар жастайынан бастаған жолын осы Европа арқылы іздеп жатады. Мысалы, Сұлтан Зәурбекті білеміз, қазір Ұлыбританияда жаттығу жасайды. Осы жігіттерге кішігірім бұл қалай айтсақ болады, өнеге секілді де, кішігірім бір қалай айтсақ болады, жаңағыдай чит дейміз ғой, чит код. Колумбияға келіңдер, болды, сол жақта жекпе-жек өткізіңдер, болды, әрі қарай америкалықтар өздері тартып алады деген секілді. Өйткені көпшілік колумбиялық, эквадорлық, венесуэлалық және жаңағы Доминикан елінің өкілдері лезде еніп жатады. Белгілі бір ұйымдардың рейтингіне еніп жатады, оның үшін чемпиондық белбеулерді кетіп жатады. Сондықтан расымен де Колумбияда комфорт жоқ, дегенмен сол жол арқылы өзінің деген көздеген мақсатына жетуіне болатын секілді. Өйткені Колумбияда шыны керек бокс деген бірінші орында тұр. Өйткені мынандай балаларға дейін, балаларға дейін қатты қызығады боксқа. Бокс болып жатқан ұйымға бүкіл халық барып көреді, арнайы өздері барады, қатты қызығады. Боксерсің ба десең, сразу жаңағындай не етіп өздерінше шақырып, тренировка істейік та, андай олардың тек қана жаттығу күнде сол. Жаңағындай сол жақта мысалы жекпе-жекке шықса, көзге түседі, адам сразу өздеріне шақырады, ұсыныс сразу айтады да, ішке оңайырақ болады. Әлбетте. Енді Латын Америкалықтар өзі Америкада да көп, Америка құрама штаттарында, Майамидің өзінде бір сол Латын Америкалық халықтардың үлесі басымырақ деп те жатады. Сондықтан алдағы уақытта сіздің осы ақш индустриясына еніп кетуіңізге бір жақсы мүмкіндіктері ашылып жатыр деуге болады ғой әбден. Енді одан бөлек, қателеспесем, қазақ титанды қазір бойдақ, бойдақ. Сіздің назарыңызға кейбір латындық арулар іліккен жоқ па? Жоқ, былайынан көп танысқысы келеді, жаңағындай келеді, бірақ енді олар испанша сөйлеген соң мен кішкене ағылшынша сөйлеп, кішігірім өзімнің білетін ағылшыншама, бірақ ол ағылшынша түсінбейді екен да. Ағылшынша сөйлейді, жаңағындай танысқысы келеді, бірақ мен енді ол жаққа танысу емес, енді тренировкам бар, жаңағы жаттығуларым бар. Сондықтан ондайдан шыны қашам, тек қана жаттығумен солай ғана жүремін. Жекпе-жектен кейін, жеңістен кейін былай жоқ, ондай болған жоқ. Өйткені жеңіс қуанып тұрған кезде енді Қазақстанға эмоциямен Қазақстанға белдікті алып қайттым деген сияқты көп нелер болды. Аэропортта енді бірақ жаңағы поезд алып жүрдім өзіммен жеке. Өйткені ар жаққа салған жоқпын, орын болған жоқ. Сол кезде де көп қыздар жаңағындай келіп, суретке түскісі келіп, сондай нелер болды, мүмкіндіктер. Бірақ көрсетіп суретке түсіп, осылай айттым, Қазақстаннан келатырмын, Қазақстанның азаматымын деген сияқты. Тамаша. Соның өзіне бірақ қарапайымдылық сақтап қалдым дейсіз ғой. Бұлайынан, Тамаша. Жалпы енді колумбиялықтар осы қазақ титанының гейін алып қалайық. Осындай күйеу бол бізге деген секілді
өздерінің ұсыныстарын жаудырмады ма? Енді менің жаңағы рекордтарым бар, соларды да көріп оларға қызық болады. Қалай сонда деп кішкене. Бір жағынан басында Қазақстан деген елді білмейді екен олар. Білмейді екен, мүлдем. Қазақстан. Геннадий Головкинді білмейді. Иә, Қазақстан десең, қай жақ дейді, Чайна ма дейді сразу. Болмаса Руссо ма дейді да, олардың тілінде. Сол айтады. Сосын жоқ, қатысымыз жоқ деймін ғой. Біз Қазақстан деген ондай жеріміз бар. Қалай ол көрінбейді деген сияқты. Картамен көрсетемін, былай да көрсетемін. Одан кейін бір деп таңғалады. Мен сол кезде таңғалатынмын. Қазақстан деген осындай жер, осындай деп айтамын. Одан кейін барып бүйтіп деп кішкене ойланып барып картамен көрсеткеннен кейін Әлемдегі 9-шы ел деп. көп жерде өзімнің Қазақстан деп айтып жарайлап жүремін да, өйткені көбісі танымайды. Жаңағы Руссомен шатастырады, Түркия дейді, жаңағыдай Чайна дейді. Сондықтан мен жоқ, Қазақстан өзі. Аргентинаға барып көрмедіңіз, бәлкім танып қалар. Біздің алдымызда тұрсыңдар, бір ғана саты деп. Иә, бұйырса енді сол жаққа жаңағы Латын Американы бұйырса аралап Қазақстан атын енді жан жаққа шығарғым келеді. Америкада болсын, жаңағы Латын Американың ішінде болсын. Тамаша. Мен жақында өткен сұхбатта да айтқам, осы көп күн өткен жоқ. Намат президенті Мұхамеджан Қонысбековпен сен туралы сөйлескен едім. Жалпы осы қазақ титаны Алмат Жұманов деген жігіт бар деген кезде ол анау рекорд жасайтын дәу алып жігіт емес пе? Жоқ, ол қазір мен дәу алып жігіт емес, сол кәдімгі салмақ қуып нағыз атлет болып кеткен деп толық сипаттап жеткіздім. Алдағы уақытта сол егер қызығушылық оянып жатса, ол жігітті өздеріңізге қосқыларыңыз келе ме десем, әлбетте дейді. Бірақ жеке таныс болу керек, ортақ жаңағыдай мәмілеге келу керек деген секілді өзінің пікірлерін айтып қалды. Қалай ойлайсың, алдағы уақытта Қазақстан нарығына да мүмкіндік туып жатса, өзіңнің енді фан базаңды көтеру керек. Қазақстан ол әрдайым енді жоғарғы деңгейде жанкүйерлік ететін халық қой енді. Қаншалықты ол Америкада көтеріліп жатсаң да, басқа жақта көтеріліп жатсаң да, екі жақты ұстау керек болады. Егер ұсыныс түсіп жатса, Қазақстанды төбелесуге қалай қарайсың? Мен оның алдында да сұхбаттарымда айтқам, егер Қазақстаннан жақсы ұсыныстар түсіп жатса, ММА жаңағы Намат деген сияқты лигаларға мен қарсы емеспін, шығамын әрқашан. Бірақ өзіміздің қазақтармен емес, жаңағындай. Басқа ұлттың мысалы. Бірақ кез келген қарсыласпен шыға беремін, рекорд қандай болса да, мен дайынмын. Тамаша. Енді осы жөнінде бір кішігірім мысал келтіріп кетейін. Біз Жұманов деп ғаламторға терсек, Жұман Жұмабеков деген жауынгердің есімі шығады, жаңа видеолары шығады, кадрлары шығады. Өзің танысыз ба бұл жауынгермен? Былай интернетте енді. Былай өзім жақын араласып былай танымаймын енді. Былай интернеттен, Инстаграм желісінен көріп отырамын. Жаңа Наматтан, Найза лигасынан бойға шыққан үзінділерін Инстаграмнан үзінділер шығады, сол кезде көріп қаламын. Былай енді жақын араласып танысып көрмедім. Тамаша. Енді сен биыл қателеспесем 5 айқас өткіздің. Біреуі BKFC-де, 4-еуі бокстан. Жұман Жұмабеков те биыл 5 айқас өткізді. Оның біреуі емес, 2-еуі қателеспесем жұдырықтасудан, 2-еуі бокстан, біреуі ММА-ден болу керек. Енді қарап тұрсақ, бұл азаматты енді қазір жас жігіттер, жас балдар қазақ жекпе-жек өнерінің биік сұлбасы ретінде көреді. Енді жасы қателеспесем 34-35 шамасындағы азамат. Қазіргі уақытта енді өзінің сол шыңырау шыңын түйіндеп, артына бір мұрагер із қалдырып жатқан жайы бар Жұман Жұмабековтың. Сол қазақ жігіттермен төбелеспеймін деп, маған шетелдік жауынгерлерді алып келіңдер деп талап қояды. Енді саған да промоутерлер, біз сол колумбиялықтарды Қазақстанға келеміз, осы жерде төбелес десе қалай қарайсың? Өзі мен дайынмын, кулачка болсын, ММА болсын, бокс болсын, бірақ қазақ емес, жаңағыдай. Шетелде ақш-тан, Колумбиядан, Латын Америкадан, Россиядан алып келсе де мен дайынмын. Бірақ әрі қарай мұхит асу жоспарыңды да тоқтатпайсың, тоқтатпаймын, өйткені ол уақыттың ұсынысы бар менде, жаңағы Барнаклмен өзім контрактым бар, сол жақтың белбеуін алсам ба деген мақсатым бар қазіргі уақытта. Енді ол жақта жекпе-жек өткіздім, енді келесі жекпе-жегімді бұйырса қазір жоспарлап отырмыз, Дубайға қазір жұмыс істеп жатырмыз, сол Дубайға шығып қалуымда сәуір айында. Сәуір айында. Енді мұхит асып мерейімізді үстем етіп жүрген жауынгерлер, спортшылар баршылық, бірақ бірең сараңы ғана енді ең жоғарғы сатыда. Чемпиондар дейміз ғой.
Енді Шавкат Рахмоновтың есімі аталады, Жәнібек Әлімханұлының есімі аталады. Алдағы уақытта Асуан Баевтан да сондай UFC-дің түрінен белбеу күтеміз деп жатырмыз. Осы аты аталған азаматтармен былай байланыс орнатып, өзіңді сондай чемпиондық ортада ұстауға тырысасың ба? Былай өзіңнің сондай бір коммуникация дейміз ғой енді. Ортада өзіңді үйренісу, өзіңнің чемпиондық жаңағы болмысыңды қалыптастыру секілді осындай қызметтер жасалып жатыр ма, әрекеттер? Негізі шыны керек, мен Қазақстанда жаңағы жауынгерлерім ешқайсысын мен араласпаймын. Былай енді сырттан танимын ғой, былай Инстаграмнан былай енді араласып, жаттығу жасап, ондай емес. Мен өзім былай айтқанда жаңағыдай андай ғой, одинокий волк дейді ғой. Сол сияқты мен өзіммен өзім жүрген жолым бар да, өзімше. Ол андай бөлінген емес. Өзім енді араласпағаннан кейін енді мен бармаймын ғой, мысалы бәріне ше араласайық деп. Сол сияқты енді жолымыз кезікпей жүр да. Может осындай студияларда танысып қалсақ, араласып кетерміз да. Ал былайынан мен өзім жолыммен жүрген адаммын да жаңағы. Енді қолдау білдіруге барып жатасың ба? Мысалы, өзіміз білеміз, енді Америкаға барып жүрсің, басқа да мемлекеттерге, Дубайға барып жүрсің деген секілді. Осы UFC кештеріне кіріп, осы өз қазақтың жауынгерлеріне, батырларына қолдау білдіріп, мен де осылардың қатарынан боламын деген секілді өз ырымыңды жасап жатқан кездерің болды ма? Негізі сондай Шавкат бауырымыздың бойына барғым келген, бірақ ол кезде мен Колумбияда болып қалдым. Өйткені жекпе-жегім болып қалды. Оның алдында жазда мен Америкада 4 ай жаттығу жасап, сол жақта 4 ай болған кезде Шавкат Рахмат бауырымыз шыға ма деп ойлаған кезде, бірақ болмай қалды. Мен сол кезде бірақ жоспарымда болған. Өйткені жақын ғой арасы. Сол кезде барып, көріп, жауынгерлік етіп, жаңағындай қолдап бір-бірімізді қайда жүрсек те қазақ қолдаған өте жақсы ғой. Мысалы мені де қолдаса, мысалы менің жаңағы неге шыққан кезде, бойыма жалаң қолға шыққан кезде ешқандай қазақтар ешкім болған жоқ, шыны керек. Мені бірақ жаңа бойға бардық, казинода болды, ол үлкен. Сол жерде бір орыс па, лезгин ба, сол жігіт қазақсың ба сен деді. Мен бір қазақтың несі флагы болған кішкентай мына жерінде. Соны бүйтіп нетіп жүрген ғой. Сол қазақсың ба деп орысша айтып жатыр. Иә десем, молодец, я поддерживаю тебя деп жаңағыдай қолын беріп амандасып, осылай деп маған $100 беріп кеткен. Ой, сол кезде таңғалғанмын мен. Мен рахмет дегім келіп жатыр. Таңғалып қалдым сол кезде, жігіт қолдап, құшақтап, Барнаклға шығайын деп жатсың ба, бүгін осы сенің бойың бола ма дейді. Иә десем, мен көріп едім бағана рекламадан дейді. Сонымен қолдап былай нетіп жіберді, молодец жігіт екен. Тамаша. Енді әрі қарай BKFC жайлы өзің айтып өттің. Алматтың сондай жоғары санаттағы чемпиондық белбеу иеленуіне қазір кедергі не? Мысалы, келесі жекпе-жекте чемпиондық белбеу иеленіп кетуге болмаса, осы жылы дейікші, алдағы келер жылы 25 жылды қосып айтсақ. Енді келесі жылға жоспарым осы жаңа УБС белбеуімді мен қорғауым керек. Сондай маған айтты, егер сен жеңіп алсаң, осыны қорғайсың әлі деді. Бұл чемпиондық саған болды, чемпион деген емес, бұны қорғауың керек деді. Егер оны жеңіп қорғап атсаң, ары қарай чемпион мераға жаңағы УБС-тің чемпион мерасы бар, Латын Американың ішінде чемпион мера УБС деген. Соған да шығару мүмкіндік болады деді. Енді ол өзіңе байланысты деді. Жеңіп атсаң, енді ондай мүмкіндік болады деді. Ал BKFC-дің чемпиондығына енді 3 жекпе-жекте тез аяқтап, мерзімнен бұрын аяқтасам, оған да белбеу шығуға мүмкіндік бар деді. Қателеспесек, BKFC-де кішігірім жастау ұжым, иә? Иә, жастау ұжым. Онда үлкен талаптар қоюға қаншалықты негіз бар екенін сәл түсіне алмай тұрмын. Негізі бізде Қазақстанда да мысалы номад ұжымын жас деп айтамыз, 2-3 жыл көлемі. Бірақ 4-5 жекпе-жектерде біздің жауынгерлер титулжнайға жатады. Соның бір жаңа тілге тиек еткен Жұман Жұмабеков. Одан бөлек Темірлан секілді жігіттер сол титулдық белбеуге айқасып жатты. Басқа да салмақтарда титулдық белбеу үшін сондай көп тектес жасамады. Өзі жауынгердің потенциалы байқалады, соған сай бағасын береді. Сен де бәлкім өзіңнің медиаңды көтерсең, өзіңе деген сұранысты көтерсең, бәлкім саған да көп кешікпей беріп қалуы мүмкін. Беріп қалуы мүмкін. Өйткені бір жағынан кәсіпқой бокста да сол үшін бір жағынан жаңағы чемпион болып рейтинг көтеру үшін де, өйткені Барнаклда ол кішкене роль ойнайды. Бір жағынан бокс рингке Барнакл тіркелген соң официальный. Сондықтан да бокс рингпен бокс кәсіпқой бокс екеуі бірге тіркелген соң, ол жерде уже Барнаклда кішкене көп көрінеді, жақсы болып, результат жақсы көрінеді. Сондықтан оларда 2-3 бой, егер өзі жақсы көрсетсе, шоу дейді ғой, сондай трэш-ток шоулар жақсы жасаса, өздері ұсынады. Өйткені мен көрдім, бір бойға шығып жеңіске жеткен бір UFC-дің бәйгесі бар.
сол екінші жекпе жегінде поясқа шықты. Пояс жеңіп алды солай. Тамаша. Енді сенің қазіргі жүріп жатқан жолыңда бір сондай өзіңнің жекпе-жек өрнегіңді, өзіңнің мықтылығыңды дәлелдейтін бір гастрольдік сапар десек те болады ғой, сахналайтын. Сонда саған тек қана Колумбия емес, басқа да мысалы Мексика секілді елдерде, жаңа айтып өткен Доминикан Эквадор, елдерінде сол елдерде өзіңді көрсете беруге болады. Болады. Мүмкіндік жол ашылып жатса, жол түсіп жатса, сол арқылы көтере аласың. Көтере аламын. Өйткені колумбиялықтар маған лицензия берген тегін өздері. Латын Американың кез келген жерінде саған рұқсат төбелесуге деп. Басында ол осыдан 2 жыл бұрын ба, сол кезде маған берген. Осылай сен кез келген осы Латын Америкада біз саған сыйлаймыз өзіміз деді да. Қолдап жатыр да. Мен жаңа қызығып, жаңа жекпе-жек өткізген кезде, нокаутпен түсірген кезде соған қызығып, Қазақстан баласы осылай қандай көрмеген да, ондай енді жаңа рекордымды көрмеген соң қызықты да маған лицензия жасап берді, қызығып. Сол төбелесе беруге болады деді. Енді мен кез келген мысалы Эквадорда болсын, Мексикада болсын, Бразилияда төбелесе беруге менде рұқсат бар. Бокстан. Бұл енді сау бәсекелестік дейміз ғой. Соның бір сипаты секілді колумбиялықтар өзінің спортшыларын сабап жатса да, жоқ сен осы Латын Америкасына сіңісіп өзіңді одан әрі көрсете бер деп. Өздері жол ашып беріп, бір жағынан виза керек болса виза істеп берейік деп. Негізі Колумбияға виза керек емес 3 айға дейін. Бірақ егер сондай виза керек, 1 жыл жүрем, осы жақта тұрам, жаңа 1-2 жыл жүрем десең, виза өзіміз-ақ істеп береміз деп менің артымнан қолдады мені. Шыны керек. Ал бұл қолдап жатқан азаматтар кімдер бұл? Промоутер ме әлде қалай қатал азаматтар ма? Мен сол жердегі жекпе-жекке шыққан кезде сол жерде зал бар, жаңа жаттығу істейтін, сол жерде бір кісі бар, тренер бір жағынан, залды салған сол колумбиялықтарға. Сол кісі өзі бойға шығарады, жаңа Медельин, Колумбияның жан-жақты ел қаласына. Сол кісі өзі айтты маған. Ол өзі тренер негізі, сол Колумбияда. Сол кісі айтты. Егер Колумбияда қалам десең, жаңа Колумбияда боксқа шығам десең, мен саған жаңағындай көп виза істеп берем деген сияқты сол жерде айтқан. Енді танымалдылықтың көтерудің тағы бір жолы қазір қазақстандық көптеген спортшы емес азаматтардың жолына қарап аңғара аламыз. Поп ММА деген бар, поп жекпе-жектер, бұл ММА-де ғана емес, боксқа да өтіп жатыр. Енді сондай блогерлермен төбелесу жайлы ойлың қалай? Саған да мүмкіндік туса төбелесер ме едің блогерлермен? Енді блогерлермен төбелесу білмеймін, маған бір қызық сияқты, енді ол бір андай ойын сияқты болып кете ма, өйткені қолдамаймын негізі блогерлардың бүйтіп шыққаны. Енді дұрыс қой, бірақ енді ол дұрыс емес. Спортты, кәсіпқой боксты, жаңа ММА-ны былай ұят қылып жатқан сияқты болады да, блогермен абыройын түсіріп жатқан сияқты. Өйткені осыған қанша жігіттер бар, жете алмай жүрген, тер төгеді, еңбек етеді, мысалы қанша, бірақ жаңағыдай блогерлар, подписчик көптер шығып кете салады, оп-оңай да, былай басқа есіктен шыға салады да. Ал соған жете алмай жүрген, еңбек етіп, тер төгіп, қанша мысалы қиындықтан өтеді да, соған шыға алмай жүрген жігіттерге де обидно болады да. Сондықтан ондай негізі дұрыс емес деп ойлаймын, қолдамаймын негізі блогерлардың оңай шыққанын. Өйткені қанша қазақтың жігіттері бар, мен деген шетелде де мысалы оны істейді да, оны негізі чемпион болатын жігіттер, бірақ мүмкіндік жоқ. Соған мүмкіндікті біз соларға негізі ашуымыз керек та. Бұл жаңағыдай рингқа. Сенің өзің бірден Америкаға жаңағы мұхит асып кеттің. Алғашқы дебютың сол жақта болды, Қазақстанда емес. Қаншама тер төктің, қиналдың, жаңағыдай жат ел, қазақтар жоқ, қолдау жоқ, бірақ сонда да жеңіс әкеліп жатыр. Енді бұл дегеніміз Қазақстанда мысалы мен қазақ титанымын, мен жаңағы ауыр заттарды көтерген, бірақ төбелескім келеді, төбелеске шығара салыңдар десең, бірден шығара салуға оңай жол жоқ. Біраз көрсетуің керек, айқайлауың керек, бақыруың керек жан-жаққа, мен қазақ титанымын көрсету керек. Бір болмашы әрекеттерге баруың керек болады да, арзан дүниелерге. Ал нағыз еңбектің, нағыз маңдай тердің ақысын, құнын дұрыс бағаламай жатады, сондай да болады. Енді мен оның алдында любительский бойларға шықтым. Енді ол любительскиймен профессионал салыстыруға келмейді ғой, енді любительский. Қазақстанда панкратионнан шықтым, жүлдегерлер болдым, бірақ ол жас кезімде ондай, енді ол қатты рөл ойнайды деп ойлағам негізі басында. Мен ұсыныстар былай көрдім, бірақ рөл ойнамай қалды ол. Любительский болған соң профқа шығуға болмайды деді любительскийдан. Сондықтан мен үндеген жоқпын, өз-өзіммен жаттығуымды жасап жүре бердім. Содан маған Америкадан ұсыныс түсті. Сол Америкадан басталды ғой. Негізі бұның бәрі қайдан басталған білеміз, халықпен жекпе-жек. Иранның халқын ирелеңдетіп жіберді деген небір желеулер, жаңағы тақырыптар жарияланып жатты ғой.
интернет ғаламтор беттерінде. Енді алдағы уақытта дәл сондай бір мега жекпе-жек дейміз ғой. Бір принципке толы жақсы жаңа жанкүйерлік несі айналдырылған, билеттер толық сатылған, сұраныс үлкен сондай бір жекпе-жек ұйымдастыру ойда бар ма? Бір қарсылас таңдап, осымен жаңағыдай треш-ток жасаймын, көтеремін осы жекпе-жектің, көрсетемін өзімнің кез келген жекпе-жекке билет сата алатынымды деген секілді. Қазақстанда ма? Бәлкім Қазақстанда, бәлкім әлемді аралап жүріп, енді тәжірибеңе қарап әлемде де жасай алатын секілдісің. Иә, мен Жалаңғолда BKFC-да солай қатты өзім көрсеткім келеді. Шоу жасап, көптеген нелерді қазақтарды шақырып сол жаққа бұйырса сол жаққа шығып жатсам, мені қолдайтын қазақтарды сол жаққа шақырған қалаймын. Мені қолдаса екен деймін да. Олар қолдау үшін де енді бір андай принциптік жекпе-жек дейміз ғой. Сенің жеке басыңа өте алатын қарсыластар болады. Жаңағыдай сол сахнаны ойната алатын дейміз ғой. Иә. Енді бұл жерде міндетті түрде блогерлер емес, нағыз жауынгер, Конор секілді. Конордың бұл жеке өзінің көптеген акциясын сатып алған лигасы болғандықтан сондай бір мектеп қалыптастырса болатын да секілді. Жаңағы жауынгерлер әрбір жекпе-жекті сондай бір сахналап, ерекше шоу жасап, айқасты сондай бір амалсыздан қарайтын деңгейге жеткізетіндей. Тіпті бір Конор мен Хабиб тағы бір мәрте төбелесетін сияқты әсер алатын. Ондай мүмкіндік болады, әрине. Осы бұйырса BKFC-да өзімді барынша көрсетіп, BKFC-дің Конор мысалы UFC-да қалай көтерді, мен де солай BKFC-да жұлдыз болғым келеді. Қазақстан атынан солай шулатқым келеді. Конор демекші, Конор үнемі менің историямды қарайды, Инстаграмдан. Лайк басады, менің суретіме лайк басқан нелер бар. BKFC-да шыққан кезде суретіме лайк басып, историяма қарап, BKFC деген футболка бар өзім, сол жақта берген. Соны киген сайын историяма лайк басып отырады, Конор Макгрегор өзі. Тамаша. Енді Конордың бұл саған деген кішігірім назарға ауды деген сөз, симпатия бар дейміз ғой. Алдағы уақытта енді сен ағылшынша қаншалық деңгейде онымен сұхбат жүргізіп өзің енді жеке медиаңды Конор арқылы көтеруге мүмкіндіктер қарастыру үшін? Сонында ойлап жатырмын, қазір енді ағылшын тілін жай енді өзіме қарапайым күнделікті қолданатын тілді ағылшынша үйреніп жатырмын, жай. Өйткені менің Америкада жүрген кезде солай практика түрде солай тез үйрендім. Былайынан қарағанда солай үйреніп. Енді Конормен бұйырса сөйлесіп, сонымен бірігіп, не дейді ғой? Сондай Қазақстан атын шығарып, осылай Конор арқылы деген сияқты бір өзімді көрсеткім келеді. Коллаборация, сол сияқты. Конордың өзі жекпе-жекке қатты несін байқатады, өзінің ынтасын байқатады. Не UFC-ге кіріп кете алмай жүреді, не басқаға кіріп кете алмай жүреді, не кірерін білмей жүреді. Әлі де болсын жекпе-жек сахнасынан кетпегенін білдіртіп жатады солай. Егер сен оған сол саған назар аударған пайдаланып жекпе-жекке шақырсаң, кел лиганың бастығы болсаң, соған лайық екеніңді көрсет деген секілді сөздер айтып, шамына тиіп, сондай өзіңнің неңді сондай бір кішігірім сауатты треш-токпен көтеруге тырысып көргің келмей ме? Тырысып көргім келеді, өйткені оның салмағы қазір менің салмағыммен бірдей. Менің оның алдында сондай ойым болған негізі өзім. Конормен былай. Егер бұйырса осы Барнаклда жақсы жеңістерге жетіп жатсам, Конорды өзім әдейі шақырғым келеді деп. Сен осының несі болсаң. Бұған дейін де айтқансың, Конор шығам десе шығам. Шығам. Жалаңғолда екеуміз тек қана, енді ол да өзі жақсы көреді ғой, жандай стойкада төбелескен. Күреспейді, ұнамайды да. Сол үшін тек қана давай екеуміз стойкада көрейік деп айтқым келіп ойым бар да менің бұйырса, сондай планым бар енді, жоспарым бар, сондай болып қалды. Бәлкім чемпиондық белбеуді алып алғасын. Енді чемпиондық белбеуге дейінде бәлкім енді өзі жаңағы жауынгерлердің бір екі сипаты болады. Біреу белбеу үшін жекпе-жек өткізеді, біреуі нағыз шоу үшін, жанкүйерлердің көңілін көтеру үшін өткізеді. Сондай екі тараптың, екі жолдың біреуін таңдау керек секілді кейде. Енді екі кеменің басын саған сол кетеді дейміз. Сол сен енді қайсысын көбірек қалайтын едің? Белбеуді ме, әлде өзің танымалдығыңды көтеріп, сондай шоумен атану? Мен өзім танымалдығымды көтеріп, шоумен Американы, қазақтар қай жерде де, мысалы, кез келген жерде қазақтар ғой, қай лигада болсын, UFC-да болсын, сол сияқты мен сол жақта шоумен
өз атымды шығарғым келеді. Тамаша. Енді алдағы жоспарыңды айттың, одан бөлек басқа да енді Қазақстанға әлі ешқандай жоспар қоймағансың. Ашық дедің, ұсыныстарға ашық дедің. Ашық. Өзің тек қана жұдырықтасуды қалайсың ба Қазақстанда, әлде бокс, ММА, жаңағы найза лигалары бар, октагон секілді, октагон селекшн бар бізде. Ешқандай әуес қой деп басқа деп бөліп жармайды. Тіпті кеше ғана жаттығуды бастап, кішігірім ішкі панкратиондарда жеңімпаз атанған жігіттерге аздаған ғана қаражатқа былай дебют жасау мүмкіндік беріп жатыр. Менің енді базам күрес қой негізі. Күрес, боевой самбо, болевой грэпплинг, соған өзім икемім жақсы да. Енді өзім кішкентайымнан күреспен айналысқан соң, бұтқа кіру маған үйреншікті жағдай, физикалық түрде. Бірақ қазір енді кәсіпқой бокста жүрген соң оны күресті қойдық. Бірақ енді ММАдан сонда жақсы ұсыныс түсіп жатса, мен ММАдан шығуға қарсы емеспін, мүлдем дайынмын ММАдан шығуға. Кеше Жұманның да айтқаны бар, Жұмабековтың. Мен қазақ күресінен шыққанмын, бірақ мен қазақ күресінің адамы деп ойламаңдар. Мен кез келген жерде сендерге тегеурін көрсете аламын дейді. Боксшы әкел, боксшыға төбелесем. Маған жаңа жұдырықтасудан адам әкел, онымен де шығып беремін. Кез келгенмен шығамын деп өзі сенім түрде айтып отыр. Қанды бір енді соның жолын жалғастырушы жаңа бір тұлға, жаңа бір жауынгер пайда болып келе жатқанда, енді алдағы уақытта сенің жасың 28-де қазір. Енді нағыз шарықтау шыңына ұмтылып бара жатқан шағың ғой, енді прайм кез дейміз ғой. Сол шағыңа жетіп келе жатсың. Алдағы уақытта кез келген түрден айқас өткізіп, өзіңнің неңді сондай белсенділігіңді танытып, мен де сондай қолдауға лайықпын, мен де қазақ спортының жанашырмын, жақсы өнегемін деп танытқың келетін шығар. Бұйырса, бүкіл әлемге солай, тек қана Қазақстанның ішінде емес, Америкада болсын, Латын Америкада болсын, солай Қазақстанның осындай ел екенімізді, осындай бізде жауынгерлер бар екенін көрсетіп дәлелдегім келеді. Өйткені артымыздан келген болашақ ұрпақтарымыз бізге қарап, осындай болсам деп жаңағындай кәсіпқой ретінде, профессиональный боец ретінде, боксер ретінде қараса екен деймін. Тамаша. Енді алдағы уақытта сәттілік дейміз. Көксеген мақсатың орын алсын, әсіресе BKFC-дегі басты мақсатың, ол бірінші нөмірде екенін жасырмаймыз. Белбеуге жету жолың сәттіліктерге толы болсын, әсіресе алдағы сәуірдегі жекпе-жегіңе сәттілік тілейміз, жақсы қарсылас кезіксін. Одан бөлек енді Қазақстандағы жаңа жоспарың жанкүйерлерге өнеге болу, қазақ жекпе-жек өнерін дамыту жайлы ол да мақсатың жүзеге ассын деп тілектестік білдіреміз. Сонымен Қазақстан расымен де қазақ халқы өте батыр халық. Бұл батыр халықтың рухы әрдайым өр болу керек, және жауынгерлердің рухы да ешқашан тайсалмау керек. Спорт плюс арнасы әрдайым қосылып болсын. Спорт сыра бағдарламасы осымен тәмам. Сіздермен бірге болған мен Мерей Али және студия қонағы Алмат Жұманов. Әрдайым спортқа, жекпе-жек өнерлеріне қолдау білдірейік.